молодежь Алатского сельского округа Юмбекш-Казахского района первыми приняли эстафету. Казахстан – страна, в которой проживает более 130 национальностей. Армысыздар, құрметті жерлестер. Бүгін мен Жанашар ауылдық округының тұрғыны Ават ауылдық округы бастаған татулық табан тірер тұғырымыз атты челленджі қабылдап, әрі қарай Истық қаласына жолдаймын. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымағы, бейбітшілігі біздің еліміз ең басты байлығы. Татулық табан тірер тұғырымыз челленджін қабыл аламыз. Қазақстан ұлттар достығының алтын бесігі. Отанымыздың аумағындағы ұлттар мен ұлыс өкілдер киелі қара шаңырақта тату тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақтықта өмір сүріп жатыр. Қазақстан Республикасында 130-тан астам ұлт өкілдері бар. Соның ішінде Есік қаласында 45 ұлт өкілдері өмір сүруде. Татулығы, достығы, бірлігі жарасқан мемлекеттің азаматы болғаныма қуаныштымын. Казахстан – многонациональная республика. В нашей стране проживает более 100 национальностей. В наших классах учатся дети разных народов, но это нисколько не мешает им дружить, общаться и помогать друг другу. Мы вместе.